Бала кезім ғой, күн ұзақ үй көрмей ойын ойнайтынмын. Жаман велосипедті мініп алып, бір топ бала өзенге келетінбіз деп сөзін бастады. Келесі бір сұхбаттасым. Ол заманның кеңшілік тұсы. Қадірлеп үкілеп келген КСРО-мыздың соңғы тұяғын серпетін соңғы 5 жылы еді. Бір күні сондай ойыннан келсем, біздің үйдің алдында үлкен жүк көлігі тұр. Бала емеспіз бе? Қызық көріп жетіп бардық. Сөйтсем біздің үйдің жанындағы үйге әлде біреу көшіп кеп жатыр екен. Жүк түсіріп көмектесіп болып жүрміз. Біраз бала қойсын ба? Жарты сағатта жүк көліктің астан-кестеңін шығардық. Сөйтіп ойда жоқта 3 жыл қаңырап бос тұрған көрші үйде жаңа көршім пайда болды. Менің мамамның сол баяғы аңқылдаған ақ көңілі. Еркекті інім деп, қатынды келін деп тамаққа шақырып араласып кетті. 2 сөзінің бірі: балам, көршіңмен жақсы бол деген бар. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық деген. Мына жігіт енді менің інім болса, мына келіншек келінім болады. Қазақтың бәрі бір-біріне бауыр, балам. Келін ғой, таза қазақ емес. Бірақ мына бала қазақтың баласы. Демек бұл келіншек менің келінім деп тоңқылама жауап бергені бар. Өйткені танымайтын адамды інім деп неңіз бар деп томсырайғанымен, міне осылайша Құдай бізге көрші берді. Құрысын, көрші болғанда да қандай бұлшық еттері бұлтиған аға мен шексіз сұлулықтың иесі болған жеңеше берді. Бұл менің сонау 7-ші сыныпты бітіріп 8-ге аяқ басқан кезім. Айттым ғой, мамамның ақ көңілділігі бәрінен асып түсті. 2-3 күннің бірінде әлгі келіншекті шайға шақырып, сүтті шайды қонжитайтын. Тіпті мамам татардың қызы дегеніне татар келін деп ат қойып та үлгерді. Сонан болар, бұл келіншек біздің үйге үйреніп, мамамның іші бауырына кіріп алды. Өзі осы Тараздың қызымын дейтін. Ағамыз сонау Орал жақтікі. Құдай қосса шараң бар ма? Екеуі де бір-бір реттен ажырасып, екінші бақыт деген бірін-бірі тапқандары екен. Ағамыздан біріншісінің соңында бір ұл кеткен дейді. Келіншекте бала жоқ. Табысқандарына 2 жылдың жүзі болыпты. Әрине, мұның бәрін шай үстінде татар келіннің аузынан естігенім. Онан басқаларының бәрі жұмбақ. Жұмбақ дейтінім, сүйсінбеске амал жоқ. Қосанары бұлтиған, өте әдемі келіншек. Мына жындыға қайдан еріп жүргені дерсің. Жынды дейтін ағамыздың бір бетпей тентек екені көзге ұрып тұратын. Сосын бұл жеңгеміз де, киім үлгісі де ерекше. Қазақша кейіп бұзбаған, менің аулымнан ерекше киінетін. Айтпақшы, қандай киім кисе де құлпырып шыға келетін. Тіпті ештеңеге кимей жалаңаш жүрсе де жарасатын сияқты. Тіпай-тіпай, бала болсам да осыны аңғардым да, әлде ерте есейдім бе білмеймін. Көз алмай соңынан ұрын қарап жүргенімде 9-ды бітіріп 10-ға жеттім. Бұл келіншек онан сайын сұлулана түсті. Жасы қаншада десеңіз, ол бақандай 10 жасқа үлкен. Мен 15-те, ол 25-те. Нағыз құшағыңды қайнататын жаста. Міне, мені осы ой басқалы қанша. Құдай ұрды ғой мені. Ұрғанда да тас төбемнен қос қолдап ұрды. Өзімнен 15 жас үлкен келіншекке осылайша ғашық болып тындым. Тіпті қарама-қарсы терезесінің жарығы сөнсе қызғанатынды шығардым. Одан әрі қиялы өрбімек. Жарықты сөндіріп тастап ағамның құшағына лып берді ғой. Ол анық. Ұрын барып қарасам ба екен? Құрсын, керек емес.
Ағамыз көріп қалса ұрып өлтірер. Анау мынау жұдырықтан жесең аман қалудың да екі талай. Сол жерде шыбын жаның көкке ұшып кетуі мүмкін. Бірақ бұл менің ойым ғана. Қыз құшағын көрмеген соң қызық маған. Құрмағыр, сен қайқаймай жөніңе жат, жөніңе. Қақ басыңа бір ұратын неме. Ағам білсе мойныңды үзіп алады, ұқтың ба сен? Бірақ жабулы пердеден сығалап тағы да қарадым. Анау қараңғы қапастың ішінде не болып жатыр екен? Күйбеңдеген қу тіршілік шығар. Тым болмаса сүлбесі көрінсе ғой. Қысқасы сол ағамның орнына өзімді қойып ұйықтап кетіппін. Таңғажайып түстер көрдім. Татар келінді тырдай жалаңаштатып тағылап жатыр екем. Өзімде төрттағандап қойыппын. Онан төңкерілген қос анары бар емес пе? Қолтығының астынан басымды тығып, соны сорып жатырмын. Бірде оңынан, бірде солынан ойбай құрыды бәрі. Өйткені оянып кетіппін. Шомылмасқа амалым жоқ. Күш қайратыңның осындай былығы бар да. Несін жасырайын? Есі дұрыс еркек атаулының бәрі басынан өткерді ғой мұны. Қазір ғой ол қыз көрсе де, қызыл көрсе де, міз бақпай тұратыны. Ол кезде енді осы қысқасы бүгін бүлініп бүлдіріп жүргенің. Жуынып болып қалғанымда мамамның даусы шықты. Әне кетті дейсің? Күнім, жарығым, құлыным, өмірім, құлағым, үйреніп етім өліп кеткен сөздер ғой бұл. Өйткені күніне 100 рет қайталамаса шай батпайды. Ау мама, қазір міне, сүртініп алайын, іше беріңіз. Шайың суып қалды. Суыған шай бола ма? Деген мамам әлде кіммен күбірлесе кетті. Зып беріп жетіп келдім. Мәссаған, татар келін отыр. Аңдығаны мен сияқты осының. Соңғы кездері көзқарасы да басқаша көрініп жүр. Оның үстіне өткенде «Сәкөнай, қызың бар ма?» деп сұрағанын қайтерсің. Сонымен не ойы бар? Апа, асығыспын, нан ауыз тисем жетер. Кешке ініңіздің жұмысынан қонақ келетін еді. Соған Сәкөн маған көмектессе, үйде бір астан кестен шығарып тазаласам деді. Мамам не десін? Түске дейін бітірерсің. Түске дейін бітірсең болды. Сабағыңнан кеш қалмасын деп сыртымнан сатып алды. Қызық екен өздері. Мен әлі барамын ба, жоқ па? Менен сұрамай қалай ғана айтып отыр. Тап қазір қолым ауырып отыр десем, бітті. Мамам мені өлсе де жібермейді. Бірақ қалайша бармаймын дей алмадым. Соңынан ере бердім. Тәпішкесі тырсылдаған жеңешем үйіне әкелді. Жүгіріп жүріп біраз шаруасын тындырдық. Міне, ойлағанымдай. Үйіме қарама қарсы бөлмесінде кең керует тұр. Талай тәтті түннің куәсі ғой бұл керует. Түнде жарықты сөндірген соң біраз ойқастаған шығар. Мен оны бұрында да білетінмін. Өйткені мамамнан сұраған соң, соңына еріп талай көмекке келгем. Тіпті есімде жоқ. Соңғы 3 жылда 30 рет келсем керек. Қысқасы байдың бастықтары келеді екен. Мықты дайындық жасадық. Ал енді шайдың шала болды ғой. Шай ішейік деген жеңешем ас бөлмеге зып берді. Онан жатын бөлмесіне жүгірді. Құдай-ай, көзім шықсын. Жұқа салбыр халаттың ішінен әппақ киіп келді. Ол аздай келте халаттың ортаңғы 2 ақ түймесін іліпті. Қаласаң жоғарыдан қара. Мен мұндалап қос анары тұр. Ол аз десең төменнен қара. Шет жағасы көрініп аппақ сандары жалдырап тұр.
Бұл не сонда? Әдейі ма? Әлде болып болғаны осы ма? Басынан орамалын тастамайтын менің мамамның алдындағы мынауың бір жүрген жеңіл жүрісті ғой. Иә, натуре таза. Киімі де солай. Мен мұндай киімді шетел киноларында ғана көргем. Ол да кеңес өкіметінің қабырғасы сөгіле бастағанда. Айтқандай, мен 10-шыны бітіретін жылы кеңес өкіметі құлап коммунистер өре қашты ғой. Қашпағаны биліктен айырылып бейшара күйге түсті. Сонан болар, бір жылдары бай тұрған біздің совхоздың берекесі кеткен жыл бұл. Сосын заман сол заман болса да адам өзгере бастаған кез бұл. Міне осындай алғау-далғауға менің балалық шағым тұспа-тұс келді. Бірақ енді біз демократиялық ел болмақпыз. Аузыңа не келеді айт, ойыңа не келеді істе. Ешкім қой демейді. Өйткені демократия деген қате түсінік қалыптасты. Бірақ сол демократияңды қоя тұрып, жеңешемнің шайын айтсайшы, шай құйған саусақтарын айтсайшы. Құрысын 5 саусағының тырнағы 5 түрлі. Біріншісі қызыл, екіншісі сары, үшіншісі жасыл. Ей, сорлы басым, мен мұндайды көріппін бе? Қой, болмайды бұл. Мынауың тошыны жеңіл жүрісті. Мұның қолынан шай ішу деген қандай жиркенішті маған. Есім барда елімді табайын. Мамамның қалған сүтті шайы мен табананға май жағып жеп мектебіме зытайын. Бірақ мені татар жеңешем жібере қоймады. Отырсай, Сакон, отыршы, әңгіме айтайық дейді. Ойбай көтек, әңгімесі несі мынаның? Екеуміз не әңгіме айтуымыз мүмкін? Отырайын, енді сенімен өсек соғып, мектепке кетуім керек жеңеше, деп міңгірледім. Алайда ол мені жібермейді. Менің шайымнан ішпесең ренжимін, деп бұртиды. Өзінің болып болғаны осы ма? Әлде еркелігі ме? Білмедім. Шайы біткенше басымды айналдырды. Сұрақтарды үсті-үстіне үйіп төк, соңында мынандай сөзімен шошытып тастады. Сако, сен енді жігітсің ғой. Жасың 17-ге келіп қалды. Әне-міне дегенше мектебіңді бітіресің. Сұрайын дегенім, осы жасыңа кеп қызбен болып көрдің бе дейді. Ойбай деп аударылып түстім. Бірақ осы сөзі менің бетімді ашты. Ал татар жеңешем соңыма түсіп алды. Осылайша арамызда ит пен мысық ойыны басталды. Соңында мамам ештеңе айтпаймын, жігітше сөзім деп уәде беріп, уәдемді алды. Сонымен қыз құшағына құлайтын күнім жақындай түсті. Осы келіншектің омырауына аузымның суы құрып жүргенде 10-шы сыныпқа аяқ бастым деп жалғастырды сұхбатын. Шынымен де соңғы 5-6 айда мені бір желік басты. Оны өзім де осы келіншекте аңғарған. Тек хабарсыз боп бейғам жүрген мамам ғана. Сол баяғы құлыным күнім деп татар келіні көмек сұраса жүгірте салатын. Көрші келіншек әйел баласы ғой, байдың қолы босамайды балам. Күнімен кейде, түнімен жұмыста, қолыңнан келген көмегіңді бер. Мына қаңырап тұрған үйді осылар келіп сәнін кірді ғой. Көршінің болғаны қандай жақсы деген сөздерімен мені айдап салғанын өзі де аңғармайды. Енді мамама үйреніп алған көршім онан сайын бұлдана түсті. Өйткені үйге келгенде басына орамалын тағып, ұзын қалатын киіп келсе, үйіне барған соң шешіп лақтырып, келте шолақ киіп шығатын. Оған мұрныма мөңкейіп иіскеп, үміттеніп жүрген мен сорлы құлай түсіп, қашан жетем соған дейтін ой басатын. Эх, шіркін, тартып барады ғой, тартып. Бүлкілдеген борбайын айтсайшы. Бірақ күннің бір күнінде осынша сұлулықтың иесі болатыныма сенімім мол еді. Оған себеп те жоқ емес. Басты себеп жеңешемнің қызық-қызық сөздері болды. Құрысын, бұл не айтпайды дейсің маған, қызбен болып көрдің бе дегеннен бастап, тіпті бірнеше
Құрысын, бұл не айтпайды дейсің маған? Әрине, мұның бәрі менің көз алдымнан өтпей қоймайды. Мұндай сөздерден соң шәйі шәй, тамағы тамақ болмай бұтымды басып отыратынмын. Басқа амалым да жоқ қой. Сол кезде мұны жеңешем де біледі. Тіпті алай-дүлей боп тұрма деп сұрайды. Күліп мазақ қылады. Мен сорлы да дәрмен жоқ, ұяламын. Қайтейін, бетім ашылмаған баламын. Енді ғана 17-ге аяқ бастым ғой. Қаланың да көкжалы емеспін. Ауылдан шықпаған сарауыз балапанмын. Бірақ міне аз қалды. Сако, шыдайтыс деп өзімді ұстап жүргеніме жылдан асты. Ал балапанымның басын ұстап жүргеніме 2-3 жыл болды. Несін жасырайын? Сөйтіп жүргенде бұл жеңешем тағы да келді. Апау, Саконтай маған көмектессінші дейді. Апам не дейді? Огородта отырған жерінен айқайға басты. Бара ғой балам, жеңешеңе көмектес барып. Магнитофонды өшіріп кет дейді. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Тапа-тал түсте келіп тұр. Ағамыздың уаз мінгелі апталап кететіні бар. Сол уаздың бары жоғына ол кісі қайда жүргенін білетінмін. Демек бүгін 4-ші күн. Есік алдында уаз көрінбейді. Жеңешемнің шөлдеп жүргені анық. Сәті кеп тұрған шығар. Қорықпа, Сако, қорықпа. Шаршағанша шапсын. Сосын жауабын шешіп лақтырда айылды босат деп соңынан ердім. Әдеттегідей үй ішінің тірлігі. Құлап кетпеші, Сакош дейді. Үнім өшті. Тамағым құрғап, жабысып қалды. Не дерімді білмей қатты састым. Құрысын, жеңешем қапсыра түсті. Ойбай, өлдім. Қолы қайда жүр құрысын? Жұлқынып бердім. Сонан соң атып далаға шықтым да жөніме кеттім. Соңымнан сыбырлап үлгерді. Әй, апама айтып қоймашы, қалжың ғой дейді. Алаңдамаңыз дедім. Ақылдысың сен деп мақтап үлгерді. Мен зымырап үйге жеттім. Мама әлі сол огородта отыр. Күйбең тіршілік біткен бе? Таңнан кешке дейін қыбыр-қыбыр. Көзін ала бері бір қырындап ішке зып бердім. Ол да қарап тұр. Сұқ саусағын аузына басты. Енді ешкімге айтып қойма дегені. Басымды изеп уәдемді бердім. Сол сәтте кім ойлапты? Осы екі терезе екеуміздің қылмысымыздың талай куәсі болатынын. Балапанды басынан бір ұрып жата кеттім. Онан өз-өзімді сөге бастадым. Шортсың, Сако, шортсың деп қоямын. Өйткені тағы да бір мүмкіндікті жіберіп алдың. Тіпті басынан сипады ма? Неғылды өзімде? Неғылды өзі? Есіме түспей жатыр. Кришам қисайып, шатырым шайқалып қалды. Өзіме өзім ұрысып әлек болып жатқанымда шай іш құлыным деген мамамның дауысы шықты. Демімді басып кеп отыра кеттім. Көп өтпей татар келін көрінді. Мамам тағы да шайға шақырды. Жаңа ғана ішкенем, апа деп қипақтап кеп отыра қалды. Өзара әңгімелері басталды. Кәдімгідей ұзын қалат ақ орамалмен келіпті. Көзбен тінту басталды. Ақтер көктер шықты. Батырмын ғой өз үйімде. Батырмын мен. Оның үйіне барсам шортпын ғой. Өз-өзіме ашуым келді. Келесіде шансты жібермеймін. Жіберсем Сако деген атым өшсін. Бас салып құлынымды қонжитамын дедім. Айтқандай осы келіншек келгелі сабағым жөніне қалды. 5-ім 3-ге, 4-ім 2-ге айналды. Үймелеген кластың қыздары қызықсыз боп бара жатты. Бар ойлағаны мына келіншектің борбай ғана болды. Әдеміше өзі. Сүйкімді қылығы бар ғой. Неге мен тупитетіп жүрмін осы? Балалығым ғой, балалығым. Ойымды бөліп әдеттегідей мамамның сұрауы басталды. Балам, осы аптада нағашы ағаңның жылы ғой. Бармасам ұят болар. Ертең жоқ, арғы күні кетеміз. 3-4 күнде келеміз. Аш қалсаң мына жеңешеңе айтарсың. Өзі қамыңды жасайды деді.
Оппо міне, ойында арамдық жоқ мамам. Қасқырға қой бақ деп тұр. Қайдан білсін қағынған келіні барын. Скоро қағынған ұлың болмақ, аз ғана қалып тұр мама. Иә мам, барсаңыздар барып қайтарсыз. Бауырыңыз ғой, төбе көрсетпегендеріңіз ұят болар деп қойып қалды. Аударылып түсіп мақтай жөнелді. Менің құлыным ғой, ақылды өзі, ақылды дейді. Ойбай-ау мам, деймін де ішімнен. Тапқан екенсіз, ақылды ұлды, ақылды болса өстіп жүре ме? Өзінен 15 жас үлкен келіншекті аңдып, бірақ бұл менің балалығым еді. Осылайша арада 3 күн өткенде үйде жалғыз қалдым. Ағамыз совхоз басшылығын алып айналадағы фермаларға кетті. Енді маған жеңешеммен ойнақтап ойқастайтындай сәт туғандай еді. Бірақ мамам кеткен күні мектептегі жөндеу жұмыстарына барғанда сұмдық хабар естідім. Анау сенің көршің қаладан келген кассир кісіні өлтірген дейді ғой. Естідің бе? Дейді қасымдағы бір бала. Тас төбемнен жай түскендей болды. Өйткені мен үйден шыққанымда мұндай хабар жоқ еді. Жарты сағат өтер-өтпес мынандай сұмдық. Өз көзіме өзі сеналар емеспін. Ортаға алып шүйіркелесе кеттік. Жаңа ғана естідім. Әкеме хабар келді. Сол кісі кассирді өлтіріп өзі қашып кетіпті. Іздестіріліп жатыр екен. Қап Құдай-ай. Енді не болмақ? Жеңешемді аяп кеттім. Содан үйге қарай тұра жүгірдім. Жауын нөсерлетіп құйып тұр. Қалтамдағы кілтті есікке сала бергенімде Сакош деген жеңешемнің даусы шықты. Жалт қарадым. Өзі асығыс секілді. Бері келші дейді жыламсырап. Баруға дәтім бармай қаттым да қалдым. Өйткені түрмешік ағам үй ішінде мені аңдып отырғандай көрінді. Айтып бола ма? Қашып кеп жасырынып жатқан болса, мен барып көріп қойсам. Тірі куәгер деп жанымды жаһаннамға аттандырып жіберсе, және де ол заманда қазіргідей екінің бірі түрмешік емес, мыңның бірі шығар. Сосын түрмешік десе төбе шашымыз тік тұратын заман. Қалтыраған қолыммен есікті ашып ішке зып бердім. Бірақ жеңешемнің жылаған даусына қайта үңілдім. Сәкөнтай, келші бері, көмектесші маған дейді. Енді бармасқа амалым жоқ. Үрке басып жақындай түстім. Көзінен үзілген жас екі бетін шайып жатыр. Сәкөнтай, сенен өтініш, мынаны апарып анау жерге көміп тасташы деді. Қорыққанымнан шегіншектей бердім. Қорықпашы Сәкон, бұл ағаң екеуміздің альбомымыз. Ішінде біраз суреттеріміз бар. Ағаң ішіп төбелесіп бүгін бір кісіні жазым қып қойыпты. Енді үйге сыйшықтер келеді. Солар көрмесін дегенім ғой. Сенен өтініп сұраймын, мына альбомды бір жерге көміп тасташы. Мен өте асығыспын. Қалаға жүруім керек деп қолыма 4 бұрышты орама ұстатты. Қарасам кигізіп сыртынан қалың целлофан орапты. Әскери альбом екен деп ойладым. Баяғыда ағаларымыз осындай альбоммен әскерден келетін. Алдым да огород бұрышына, жеңеш бұрышына барып тізеден қазып көміп тастадым. Жеңешем болса қалаға кеткен. Содан күректі атып ұрып үйге келдім. Ал асығыс кеткен жеңешем сол күні қайтып келмеді. Ертесіне тағы да төбе көрсетпеді. Осылайша арадан 3 күн өтті. Жылап еңіреп мамам жетті. Суық хабардың бүге-шүгесіне дейін белгілі болды. Ол былай болған. Әлгі ағамыз кассирді мінгізіп ауыл айналасындағы фермаларға шығады. Яғни біздің совхоздың малшыларына барып жалақы таратпақ. Содан ішкілікке жақын қалалық кассир сылқия тойып алып ағама тиісе бастайды. Сөз арасында сенің үйіңдегі сұлу келіншегіңді деп намысына тиеді. Ашуға булыққан адам бір жұдырықпен жалпайтады. Кесапат кассир сол жерде жаны жай тауып
үні өшеді. Басында ұйықтап қалды деген ағам көңіл бөлмейді. Бірақ біраз жүріп барып денеде жан жоқ екенін байқайды. Содан қорқып кетіп қаша жөнеледі. Қашқанда да жай қашпай, қолына ілінген бір бума ақшаны ала қашады. Өйткені біледі, енді өзі түрменің түбіне шірейді. Болары болды ғой, енді келіншегім қор болмасын деп үйіне жеткізеді. Оны мына Сақонтай сарауыз көміп тастайды. Мұнысының өзі аз болмайды. Сол замандағы 21 мың сом болады. Бұл менің жеңешемнің өмірінің соңына дейін жетеді. Осыдан соң өзі барып көлік маңынан табылады. Содан қолына кісен салынып кете барды. Тергеу амалдарында бәрін мойындап, тек ақшаны мойындамайды. Сөйтіп бір айдан соң 14 жылды арқалап кете барды. Ал жеңешем болса сол кеткеннен мол кетіп, соттан соң ғана келді. Мен сонда сағыныштан сарғайып, жанымды қоярға жер таппай жүрдім. Әйтеуір бір күні жарқ етіп есікті ашты.